Қараш қандай рахат. Басқа депутаттар Қарагөз Тілеубекованы шақырып жатыр. Ақшалар бар, конечно. Мен осы Қаратоған ауданының 99-шы округында 33 депутат болды. Соның ең сорлы біреуін таңдап алыппын бар ғой. Я ақшасы жоқ, я теңгесі жоқ, я доллары жоқ. 2000 теңге берді маған. Роза Рымбаеваны алып келді қойды маған. Атаның басымен әкелем бе Роза Рымбаеваны? Бірақ құрметті ауылымыздың азаматтары, қазір осы жерде негізі жақсы Пахан деген партиямыз бар. Сол Пахан деген партияның атынан осы жерде Айдөш, Найдөш, Кайдөш деген кісі бар. Сол кісі шығады осы жерде. Соған жақсылап тұр. Ду қол шапалақтаңыздар шағыра. Алдарыңызда құрметті біздің мынау сайлаушылар. Айтып отырыңызда Айдөш, Найдөш, негізі Найдөш деген ағамызға ду қол шапалақтап қарсы алыңыздар ағайын. Құрметті біздің мынау ауылдастар. Ассалаумағалейкум. Дұрыстап қарсы алмай жатыр ғой. Жоқ, қарсылады. Дұрыстап соққышы. Иә, қалайсыз, аман-есен? Нелер қайда? Артистер қайда? Қай артистер? Саған айтқан жоқпын артистерді әкеліп қой деп. Ой, көке, артистеріңізде ақша сұрап отыр ғой? Енді бердік қой саған ақшасы. 2000 теңгені кімге жеткіземін мен? Енді шақырмайсың маған, айттым ғой саған. Ана КТК-да ән айтып жүргендерді шақыр осында деді. Қайсысы? Ой, ана көршінің қызын айтатын бала ма? Сұрайды ғой, ақша емес. Қыз. Қай қыз? Тағы бір қызды айтып едім ғой, саған көрсетіп едім ғой. Қайса, жаным ау, мұрным ауырады, жаныма көзім ауырады дейтін ба? Иә. Ой, негіз, маңайына жолатпайды. Анау кішкентай бір анау детсадтан шыққан бір әнші бар еді ғой, гитарасын сөйлеп жүретін. Оның маңайына жолатпайды, телефонды өшіріп тастады ғой. Ақшаны тараттың ба елге? Тараттым. Ақшаның бәрін тараттым. Көмірді таратып жатырмыз. Болды. Иә. Онда бастай бер енді. Құрметті жолдастар, сіздердің алдарыңызда тұрған Пахан партиясының атынан үміткер кеп отырған Найдөш ағамызға тағы да бір ду қол шапалақтап қойыңыздар. Мінекей, көрдіңіз бе? Қалай қарсы алып жатыр. Бұл кісі өзі қазіргі кезде небір партиялар бар ғой. Партиялардың бір-екі қол соқпай жатыр. Солар жазып қой спискіге. Айтып отырасыз ғой, көзіңізбен байқап отырасыз, иә. Байқап отырмын. Оларға көмір бермейміз. Ал енді құрметті ағайындар, қазіргі кезде не жоқ? Партия жоқ. Не жоқ деп не көп? Партия көп қазір. 33 ба, 25 ба, 58 ба партия бар. Оның ішінде Нота партиясынан әртістер. Оларға не жоқ дейсіз аға, иә? Ал енді Сия партиясынан жазушылар, анау негізі алғым келіп тұр, бергім келмейді деген партиясынан гаишниктер негізі. Сондай партиялар бізде көп. Бірақ енді тұр енді сен кішкене мәдениетті болайық та, басқа партияға тіл тигізбей-ақ қой енді. Болды. Бірақ құрметті ағайындар, біз ең жақсы партиямыз осы біздің ағамыздың Нәкеңнің партиясынан мен сіздерге сразу айтайын. Ал енді айтатын болсақ, бұл кісінің партиясы өзіне келетін болсақ, бұл өте мәдениетті жігіттердің бірі. Дұрыс қой аға? Ал енді өзіне дұрыстап келетін болсақ, сіздер жайында ойлап жатыр. Мысал үшін негізі күндіз-түні қолдарыңызға күрек алып, жер қазбасын деп, ана негізі тракторда отырып май-май болып жүрмесін деп, осы жердегі мына бүкіл жердің бәрін өзі сатып алды ғой. Қазір сіздер рақат демалып жатырсыздар, иә. Енді мақтамай-ақ қойшы енді мен. Иә. Халық деген дана. Айналайын, халқым өзі білет кім сайлайтын. Білет, иә. Ал енді негізі білім жағына келсе, қараңыздаршы, өзінің алжып кеткен әкесі жазған 2000 кітапты мектепке тегін таратып жіберді ғой негізі, иә. Ешкім оқымаса да ағайындар, бірақ енді расында одан қағаз ғой, қағаздың өзі де керек дегендей. Ал енді мешітке көмектесіп жатыр. 10 жыл бойы дачасында жатқан, ескіріп кеткен кремнің өзін ешті қарамастан беріп жіберді ғой негізі. Қараңызшы. Мақтамаш дедің ғой. Мақтамай-ақ қойшы. Болды. Халық дана, айналайын. Иә. Халық білет кім сайлау керек екен. Болды аға. Ал енді мынау, мысал үшін сіздер күннің астында атқа мініп алып, қойдың соңынан күндіз-түні жүрмесін деп, маңайдағы жайлаудың бәрін өзі сатып алды. Қазір рақат, жұмыс істемей рақаттанып жүрсіздер үйлеріңізде. Айттым ғой мен саған. Айттым ғой, мақтамай-ақ қойшы дедім ғой. Ой, аға, сенімді уәкіл деп алдыңыз ғой? Ал. Енді сен де уәкіл деп алған екен, айтып отырмын ғой енді, шамам жеткенше. Жаймен де шындықты айтпайсың ба енді? Көке, шындықты айтсам, аяғыңыз аспаннан бірақ келеді ғой қазір. Жоқ, енді жаймен деп құлақтан теуіп айтпайсың ба еді бұлай? Қос аяқтап теуіп отырмыз ғой, қалай тебеміз енді, қызықсыз ғой. Дұрыстап теппейсің ба енді? Шындықты айт. Әдемі қылып әкел соның бәрін. О, шындықты айтсам, мен бірақ шындықты айтамын, айта алмаймын. Өзіңіз көрсетіңіз. Өзім-ақ айтамын. Ал? Өзім айтамын шындықты. Мен шындықты айтқан кезде, аға, сіз шындықты айтамын деп жоғары жақтар естіп қалды. Ой. Мен шындықты айтқан кезде сен жақсылап ана барабаныңды ұрып тұр. Естіп қой жүрмесін. Бірақ мен шындықты айтамын. Бірақ масқара болып қап жүрмейді. Ой. Қай кез ұрайын? Қолымды көтерген кез ұрасың. Иә.
Ал, құрметті ағайындар. Шындықты айтатын болсам, мына жоғар жақта отырған шенеуніктер бар. Иә. Соның ішінде парақорлар бар. Иә. Жемқорлар бар. Жібер! Керемет аға. Бұландай шындық айтқаннан әлі күні көрген жоқ шындық айтсам. Шындықты бетке баспайды деген. Дұрыс. Ал екінші, мына заң қызметкерлері және мына гаилер соларға келетін болса, жібер! Керемет аға, керемет. Мен де шындықты айтқым келіп тұр. Бар ғой, керемет аға. Тағы айтыңыз, тағы. Бәрін атыңыз, қырыңыз бәрін. Оқу жағына келетін болса, Мұғалімдер. білім жағына келетін Иә. болса, мұғалімдерге келетін болса, Налогтар бар. налогтар бар. Иә. Халықты жандар бар. Иә, страховка бар. Соларға келетін болса, Иә. жібер! Керемет аға. Керемет. Міне демократия қайда жатыр, а? Аға. Мені қайдетін болсаң, осының бәрін көрсін. Аға. Бараманда тұршы, мен де айтқым келіп тұр шындықты бар ғой. Осындықты айтқанда, екеуміз бірге айтамыз. Бірге? Бірдеңені айтып қойып масқара болып жүрмейміз бе қазір? Жоқ, бірге айтамыз екеуміз. Бірақ бұлай, ана шындықты айтатын кезде, тірәләлә, сосын пампарамен жоқтың шығарамыз. Болды. Болды ма? Иә. Тірәләләмен пампарам ғой. Иә. Шындық айтатын кезде. Иә. Болды. Сіз дайын болсаңыз, біз дайын. Дайынсың ба? Кеттік олай болса. Жоғарыда отырғандар трәләләлә шетінен, депутатта пам-парам-пам көрініп тұр бетінен. Бүрдікөйдің жалғыз ұлы трәлә болып қалыпты. Пам-парам-пам ақша беріп, соттан алып қалыпты. Моншада бір судияны жас қызбенен көріпті. Ол қызды оған трәләләлә подаркыге беріпті. Анау топас трәләлә болыпты ғой министр. Әкесі оның пампарам, сондықтан да дұрыс бол. Ауыл жылы ауылымның оңбай тұрау жағдайы пам-парам-пам трәләләлә болды. Пам-парам-пам жердің бәрін трәләләлә сатты ғой. Кемеңгерлер трәләләлә пам-парам деп жатты ғой. Ойқы-шойқы кедір-бұдыр ұнамайды жол маған. Жолды дұрыс жасамай
ұнамаған, тралалала оңбаған. Жақтырмай жүр анауды көй мені қатты қинайды. Ақша берсең пам-парам-пам, ертең сені сыйлайды. Атын айтпай оңбағанның тілім тыныш тұрама. Аты жөні ол дөкейдің пам-парам-пам, тралала. Айналайын ағайындар, інілер мен келіндер, пам-парам-пам, тралалала, бізге дауыс беріңдер. Пам-пам-парам, тралалала, пам-пам-парам, тралалала, пам-пам-парам, тралалала, пам-парам-пам-пам, тралалала. Емдейміз ғой енді. Ой, рахмет сізге. Осы бәрі сізді керемет деп мақтап жіберді ғой. Сенің көзінен көріп тұрмын. Сен бар ғой өзі ауру емессің. Тыңдап көрейік сені, тыңдап. Жоқ, мен тыңдаудың қажет жоқ. Ой. Ауырып қалдым. Енді дұрысқа ауырсаң, енді көрейік деді. Мен емес, мен емес қой. Кім енді ауырған? Емдеп беріңші ағай. Ой, енді. Емдейміз ғой, кім енді ауырған? Мен емес қой ағай. Кім? Күйеуім ауырып жатыр. Ой, күйеуің өзі келмей ма? Жоқ, өзі келетін болса, сіз айтыңызшы, емдейсіз ба, емдемейсіз ба? Емдеймін. Айналайын емдеймін ғой. Сіз точно емдейсіз ба? Точно емдеймін. Көзіңізге қарап тұрсам, біресе емдегіңіз келіп тұр, біресе емдегіңіз келмей тұрған сияқты. Оның бәрі мынаған байланысты ғой. Ойбай, бізде жетеді ғой Құдай. Точно емдейсіз ғой, иә? Емдеймін. Күйеуім шақырып келейін бе онда? Ол неғып өзі келмейді? Ұялып тұр өзі. Ұялып? Далада тұр. Шақыр. Емдейміз. Сіз точно емдейсіз ғой? Точно. Ұялшақтығын-ай. Ант су ішкенде жақсы бұлар. Ұялып қалады. Аяғасын әді. Амандас. Сәлемәз. Кім? Амандасышы, амандас. Ассалаумалейкум. Мынау сен гаишник қой. Сол гаишник біздің күйеуіміз ағай. Бұларға ауру жұқпайды ғой, білесің бе сен? Никогда ауру бұларды көрсе қашып кетеді бәрі. Зу ете қалады. Ауырып келгеннен кейін сіздің алдыңызға келді ғой, ауырғаннан кейін. Бұлардың ауру олмайды. Қысы жаз далада тұрады. Қайдағы ауру бұларды? Қарасаңшы, емдеймін дедіңіз ғой. Емдейміз. Енді көріктен өзіме. Көріңізші, пожалуйста, көріңізші. Так. Абайлап жүрмейсің ба? Немене көршіндайсың сен? Енді әп-әдемі келіншегің бар енді. Келіншегің жұмысың болмас, емдейтін болсаңыз, емдеймін деп айтыңыз, емдемейтін болсаңыз, емдемейін деп айтыңыз. Сен қалай сөйлейсің ғой? Ауырып тұрса. Үндемеші. Өзіңіз ғой енді. Мен саған көмектесіп, жаным ашып тұр. Не көмектессің? Көмектесейін деп тұрмын ғой. Сен қалай сөйлейсің сен? Мен өзі далада жүрген бір шофермін ба, қаңғып жүрген. Ағадай, кешіріңіз. Енді... Емдемейтін болсаңыз бір ғой. Сіз интернаттың алдында ант бергенсіз емдейін деп. Кімнің алдында? Интернаттың алдында. Интернат емес, Гиппократ де. Гиппократтың алдында. Мен интернат деген деп жүрмін. Неші? Мынау есі дұрыс емес еді? Есі, сол осылай ауырады ғой. Соны нервный жұмыс ағай, емдегіші, пожалуйста. Пожалуйста, енді бізде адамбыз ғой. Гаишник. Мен бар ғой, өзі берген. Мен өзі 3 рет ауырған адамын ғой бұндай мен. Қойыңыз, 3 рет па? 3 рет қатарынан. Сөйтіп ана шетелдің уколын салып, 3 күнде тап-таза болдым ғой. Ойбай, сол 3 күннен кейін ала беретін болдыңыз ба сіз? Нені? Жаңа өзіңіз айтып тұрсыз ғой. 3 күннен кейін жаңағы ала беретін болдым деп. Сен нені айтып тұрсың? Сіз нені айтып тұрсыз? Мен ауруды айтып тұрмын да. Мен де ауруды айтып тұрмын. Түк түсінсен бермес, сен не айтып тұрсың? Мен айтып тұрғаным 3 күннен кейін деймін. 3 уколдан кейін тап-таза боласың. Құлақ тазарып кетесің ғой. Ойбай, 3 уколдан кейін ақтап. Иә.
Ой, біздікін бірақ уколмен қатыруға болмай ма? Жоқ ай. 3 күн. Өзі бір 15 күн ба, сондай өзі емделетін. Ойбай, аяғы Бірақ мен 3 күн емдеп беремін. 3 күн емес. Емдейсіздер ме, емдемейсіздер ме? Тоқташы, емдейді ғой. Сен қалай сөйлейсің өзі, а? Ағатай, бергенші, оны қайтесіз. Ағатай, сол Құшаттама. Не болды? Емдемеймін, бар әкеттім ол. Құшаттап өліп бара Не болды? Әкет ана. Құшақтаса, доктор мені құшақтап жатыр. Өзге біреу құшақтап жатқан жоқ. Доктор ғой бұл адам емес. Мен енді құшақтап емдесе сен емес. Күнде құшақтап жүрміз ғой, сен күнде құшақтап жүрміз ғой. Доктордың алдында шешіне береміз ғой, ештеме жоқ, доктор ғой бұл. Кетейікші. Да тұршы. Мынау есі дұрыс емес ау деймін. Кешіріңізші ағай. Бұған мен жаным ашып тұр. Емдейін деп тұрмын бұны. Ағай, оны Қай, саған сол ауруды жұқтырған мен бе не? жоқ, ағай, сіз түсінбей тұрсыз. Жаңағы 3 уколдан кейін ала беретін болдыңыз ғой. Нені айтып тұрсың сен өзі? Ойбай-ау, жаңағы параны айтам, ала беретін болдыңыз ба деп. Оппа! Ай, сен параны айтып тұрсың ба? Иә, параны айтып тұрмын. Ай, ол жаңадан шыққан ауру ғой. Жаңадан шыққан ауру ол. Жаңадан шыққанын білмеймін, 1 апта болды ауырғанымызға. Міне, дұрыс айтасың. Ана жоғары жақта отқан бар ғой, сол шенеуніктердің 5-6-ау алмай жатыр екен параны. Жұмыстың бәрі тоқтап қалған. Документке қол қойылмай жатыр. Қаншама адам жұмысқа кіре алмай жүр. Сол ғой, ағай, мен. Міне. Үйде ақшасыз қалдық қой, құдай-ау. Емдейміз, ағатай. Емдейміз. Емдейсіз ғой, точно. Емдейміз. Құдай-ау, сізден аяғымыз ет жесін, құдай-ау. Бізге жетеді ғой. Өте қиын ауру бұл. Көп салып жүрген жоқпын ба? Жоқ ай. Так. Жылап тұрсың ғой сен. Жылама. Көзіңді көрсет. Көзіңді. Ағай, көзі нормально. Так. Көзім түнде де көреді менің. Қолыңды. Алақаныңды ач. Аяғыңды көтер. Екінші аяғыңды көтер. Екінші аяғымды көтерсем құлаймын ғой қазір. Түсір ана аяғыңды. Сосын көтер. Хопа. Қолыңды жұм. Жұмылмайды ол. Нау жұмылмайды? Жұмылмай қалған ғой. Ағай, көрсеңіз. Ай, өзі қалай болды? Дұрыстап түсіндіріп айтып берші өзі. Осыдан 1 апта бұрын Сейфуллина Шолоховада тұрған мына жерде. Бір қызыл жүгілі келді да ирелең ішіп алған. Светофордан өтіп барды да тоқтаттым. Ішінен бір ішіп алған қып-қызыл біреу шықты. Келді де $5000 қалтама салып, бауырым, сен мені көрген жоқсың, мен сені көрген жоқ. 5000 алдында бетіне бір-ақ ұрды мен. Кімді парақорда тұрсың дедім мен. Көрдіңіз бе? Ей, оңбаған солы 5000-ді менің бетіме неғып лақтырып жібермейсің. Болды. Бұл ауру ғой. Емдеңізші ағай, пожалуйста. Емдейміз енді. Емдеңізші. Эксперимент жасаймыз қазір. Жасаңызшы, пожалуйста. Жасаймыз. Так, сен көшеде тұрсың, қолында ала таяқ, аузында свисток. Тұр көшеде. Қайда өтіп барасың? Мектепте, қайда өтіп барасың? Зебра. Ақша. Ақша десе. Бар жүре. Аздан басайға. Так. Қызыл мес 600 өтіп бара жатыр. Тоқта. Торымыз нормально сөйле керек. Так, не үшін тоқтаттың? 200 мың кетіп барды ғой, мектептің қасында. Ассалаумағалейкум. Тарт қолыңды. Капитанов. Ох ты, капитан. Құжатыңызды көрсетіңіз. Құжат па саған керегі? Неге сіз мектептің қасында 200-мен жүресіз? Знак 40. Так, олай болса, мәңгісін құжатым. Аппа. Не мынау? Құжатым да? Мынау 5000 теңге ғой. Ой, қол сындырасың. Мені парақорда тұрсың ба? Мені парақорда тұрсың ба? Сен сияқтылар бір ғой, пара береді. Гайдың бәрін парақор дейді. Оңбағылы. Оңбаған, есіңді жи, есіңді жи. Есіңді жи. Не болды? Алған жоқсың. Алған жоқ. Ойбай, күйшамдығым жаман, бала шағамдығым бастай. Бала шағамдығым бағады, ойбай. Қайнатам мен қайнапам кемеді, Оралдан Телман деген Майгүл. Оларға ақшаны кім береді, ойбай. Алған жоқсың ғой. Алған жоқ. Қолын сындыра жазадың ғой. Кешіріңіз, емдеңізші мені. Емдейміз. Ағатай, емдеңізші, пожалуйста. Бала шағамдығым бастай, ойбай. Не істейміз? Мына дозы алмады. Дозыны көбейту керек. Двойной дозы салу керек бұған. Двойной дейсіз ба? Иә. Ол қалай болады екен? Не қалай болады? Сіз жаңағың өзіне мына қолын сындыра жазды да? Мына двойной салып жіберсе қалай болады екен? Қалай болады?
нормально болады да. Ойбай, теуіп тезегін шығарып жібермей ма деген ғой. Кришамдығым жабады, ойбай. Не? Кірпішін баспақтан елемедім. Мен ба? Жаңбыр жауса езіліп кететін болды. Так, дайындал. Қолында ала таяқ, аузында свисток. Жолда тұрсың. Қызыл. Зебраны үстіне өтсе, зебраны үстіне өтсе. Ей, машинаға қылып. Өзіңіз бересіз. Жоқ, ой, өзің бересің. Так, дайындал. Қызыл светке өтті. Лан Крузер 3 семерки. Өтіп кетті, тоқтат. Ой, нақ тоқтатпа деген. Біздің бастыққа кетіп бара жатқан ол. Жарайды. Лан Крузер 3 семерки. Қызыл Мерс 600. Қызыл светке өтіп кетті. Номері 00 тоқтат. Ой, нақ тоқтатпа деген. Біздің бастықтың әйелі ғой ол. 00 600. Ой, жарайды. Не анау? Шоқа дейсаңызшы. Шоқа. От, өтті. Сал. Сәлеметсіз ағай. Капитан Капитанов. Құжатыңызды көрсетіңіз. Ағай, не? Неге сіз мектептің қасында қызыл светофор өтесіз? Неге қызыл? Басып кетсеңіз не қаласыз? Балаңыз бар емес пе сіздің? Ұят қайда? Асығып бара жатырмын, қызылға өтіп кеттім. Ағатай, сізге. Не бұл? Не? Мына 10 000 теңге ғой. Сен сияқты осы байдың ұлғы қатындар осында светофорда өтетін. Сен сияқты байдың қыздары осы светофорға адамға қатын оңбаған. Оңбаған, есіңді жиң. Есіңді жиң. Не болды? Алған жоқсың, ойбай. Ай, ол ауру ғой, өлтіретін болды. Алған жоқ па? Неге алмайсың? Неге алмайсың сен? Ей, капитан. Неге алмайсың? Бak. Aşığımdı bas. Неге алмайсың? Aşığımdı bas. Болды, тыныштап. Ағатай, көрдіңіз бе, не істеймін енді, ойбай. Не істегенде не? Мына. Сенікі ма? Бала шағамдығы басырайды, ойбай. Так, былай істейміз. Бұған енді шетелдің досын салу керек. Ол қалай? Шетелдікін саламыз да. Ойбай, ол бағай бар ғой, жетеді ғой. Бар ма? Дайындап қой. Бірақ енді, аға, дайын тұр ғой. Бірақ өзің ұстатыңызшы ма? Жоқ, сен бері салшы. Жоқ, сіздің қолыңыз жеңіл енді. Сіздің қолыңыз жеңіл, Павловна. Кришамдығым жабады, ойбай. Қолымды. Сразу кел. Так, қолында ала таяқ, аузында свисток. Жолда тұрсың. Ей, зебра үстіме жүрдедім ғой саған, зебра, машинаға кетеді ғой. Так, не болып өтіп бара жатыр? Чымкентский X дегені бар. Тоқтат! Ассалаумалейкум. Құжатыңыз. Капитан. Мінекеңіз. $100 ғой мынау. Мен сені көрген жоқпын, сен мені көрген жоқсың. Тайып тұр. Ай, алды мынау. Алды ма? Жазылды. Жазылды. Крыша жабылады. Болды. Жаным менің. Алтыным. Есіңді жей. Алдың ба? Алдың. Кришам жабылатын болды ғой. Бала шағамды қойшы, кришам жабылатын болды ғой мен. Мен сол ақшаны бері қарта сала. Қазір нәскейім үшін көрейін. Оңбаған қайда ақшаны Ой, тапсың? қалтаңда. Үстіме не қойын, жұғысты болсын. Әкелің. Маған да жұмысы. Жазылды, рахмет сізге. Көп рахмет. Бала шағаңыз рахатыңызды көріңіз. Енді ауырмаңдар. Ойбай, Құдай сақтасын. Ауырмаңдар енді бұндай мен. Ақша бер, ауырсам болсаң келем бер. Ойбай, берем ғой. Рахмет. Бала шағаңыз рахатын көріңіз. Өміріңіз ұзақ болсын. Бағанан бердім. Алматыда 300 мен жүре беріңіз, ұрсады сізге. Тоқтатпайын мен. Ой, рахмет. Ағатай, рахмет сізге. Бала шағаңыз қызық. Ей, рахмет. Міне, азды көпте көріңіз міне. Біздеп сізге. Рахмет, бала шағаңыз рахатын көріңіз. Рахмет сізге. Мыналар не сөндірдің, а? Кімге пара беріп тұрсыңдар? Біз емараттың алдында не бергенбіз, ат бергенбіз. Біз тегін ақ жұмыс істейміз.
елді тегін алайын дейміз. Аға, сіздікі дұрыс, рахмет, бала-шағаңыз рахат, бірақ әр нәрсенің өзінің бір еңбегі болады. Оның еңбегі болады. Соттап жіберем сені. Соттап жіберем. Ұялмаса қойсын алсыш. Қыраңға. Қай бар? Қайдар бар? Айқайламай. Соттап жіберем қазір. Сендер не, мені парақор деп отырсыңдар ма? Алмасаң қойайым, қайтқаның кім алда береке бар. Бар.